Әр халықтың болашаққа бет алған тарихи даму жолында жарық жұлдыздай болып бағыт-бағдар сілтеген. Сөйтіп, сол ұлттың, халықтың тарихында есімдері ерекше аталатын зор тұлғалар болатыны айқын. Солардың бірі тұңғыш ағартушы, педагог жазушы Ыбырай Алтынсарин. Халқын сүйген де оның жарқын болашағына ерекше сенген, жігерлі күрескер Ыбырай Алтынсарин. Ал енді Құдай басыма не салса да, туған еліме пайдалы адам болатын ойымнан еш уақытта қайтпаймын деп сан-салы қиындықтармен күресе жүріп, әріптестерінің ақыл кеңесін пайдалана отырып, 1864 жылы балаларды білімге шақырған қоңырау үні соғылды. Сол мұражай ашылған екен. Енді мұражайдың кіргеннен назар аударады, өзі мұражай киіз үй сияқты шаңырағымен, сондай кереге сияқты сондай ғимарат екен. Пішіні сондай. Дөңгелек киіз үй ұқсайды екен. Ең бірінші кіргенде үлкен экспонат тұр, мұндай экспонатты Ыбырай Алтынсарин және балалар, яғни оның басты өмірдегі қағидасы ол балаларды неге шақырды? Оқуға шақырды, білімге шақырды. Ыбырай Алтынсарин бұл жеңісін Николай Иванович Елемейский жазған хатында осы жылы, яғни 1864 жылы 8 қаңтарда көптен күткен ісім орнына келді. Мектеп ашылды. Оған 14 қазақ баласы кірді. Бәрі де жақсы істі балалар деп айрықша мақтан сезбен жазды. Ыбырай Алтынсарин, кел балалар оқылып, оқыларды көңілге, ықыласпен тоқылып, оқысаңыз балалар, шамнан сырық жағалар. Кел балалар оқылып, оқыларды көңілге, ықыласпен тоқылып, сыйса бөлек үстіңде, тоқу менен табылған, сауысқанның табағы, шоқу менен табылған. Ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің мұғалімдік өнер, тәрбиеші ұстаз жөнінде айтқандарында үлкен психологиялық түйінді рас емес. Ол оқу тәрбие үдерісіндегі мұғалім рөліне айрықша мән береді. Мектеп ісінің сан саласындағы жетістіктерді мұғалімнің білімі, біліктілігі, іскерлігіне, беделі мен өз пәнін, өз жұмысын жан тәнмен сүйе білуіне байланысты деп түсінеді. Ыбырай салған сары жол бұл күндері қанатын кеңге жайған, тамырын тереңге жіберген, экономикасы мен мәдениеті дамыған тәуелсіз Қазақстан Республикасының білім шаңырақтарында жалғасын табуда.